Жақсы, онда бастай берейік. Бүгін сіздермен тепе-теңдік немесе статика деген тақырыпты өтеміз. Және сіздермен мен Олжас Саяков. Тепе-теңдік дегенде, мысалға динамикада біз қандай формула қолдандық? Жаңағы бүкіл күштердің қосындысы немесе ортақ күш бізде МА-ға тең болды, иә? Ал мына жерде бізде тепе-теңдік болғандықтан ешқандай үдеу болмайды, иә? Яғни F ортақ бізде бұл жерде 0-ге тең болады. Давайте анда қазір бір есептерден бастап көрейік. Спайдерменнің салмағы 60 килограмм болса, торына қандай күш әсер етіп жатыр дейді. Яғни Спайдермен дәл қазір тепе-теңдікте тұр, иә? Жақсы, молодцы. Бұл әрине ең оңай есептердің бірі. Шығарылуы да оңай. Ол үшін не істейміз? Күштерді сызамыз. Жоғары қарай Т, төмен қарай МЖ. Басқа ешқандай күш жоқ. F ортақты қалай тапсақ болады? Т азайтылған МЖ тең болады 0. Немесе жай ғана Т тең МЖ деп алсақ болады. Яғни осы жерден бізде жүктің керілу күші неге тең? 600 ньютонға. Жақсы, келесі. Спайдермен салмағы 60 килограмм болса, және ол тепе-теңдікте тұрса, екі қолынан шығып тұрған торларына қандай күштер әсер етіп жатыр дейді. Жақсы. Спайдермен салмағы 60 килограмм болса, және ол тепе-теңдікте тұрса, екі қолынан шығып тұрған торларына қандай күштер әсер етіп жатыр дейді. Давайте Спайдермен оңайлатылған түрін сызайық. Яғни былай қарай бізде Т1 әсер етсе, мына жерде бір бұрышпен Т2, иә? Бұл жерде 37 градус. Және төмен қарай бізде МЖ. Дұрыс па? 1200 дейді. Вряд ли 1200 болады. Өйткені Спайдермен салмағының өзі 600 ньютонға тең болады. 60 килограмм 600 ньютон. Қазір көрейік, нақты білмеймін. Ол үшін мынау бізде бұрышпен тұр, иә? Оны не істейміз? Екі компонентке бөлеміз. X және Y. Мынау TY болса, TX, иә? И мынау уже бізге керек емес, өткен бөліп тастадық. Енді осы жерден TY бізде Т2 көбейтілген синус 37 болса, сразу есін жазып тастайық. Т2 дегеніміз, біз пока Т2-ні білмейміз. Ал Tx бізде неге тең болады екен?
Т2 көбейтілген косинус 37. Енді қарап отырсаңыздар, ty бізде mg-ге тең. Ал tx бізде t1-ге тең. Осы екі формулада бізде мынада екі белгісіз, әзірше мынада бір ғана белгісіз. Яғни осы формуланы қолданып біз t2-ні тауып алсақ болады. ty-дің орнына бірден мына жерге t2 синус 37 деп жазайық. Тең болады mg-ге. Енді осы жерден t2 көбейтілген синус 37 дегеніміз білеміз, ол 0,6. Ал массасы бізде 600 ньютон. То есть салмағы 600 ньютон. Так, енді осы жерден t2 неге тең екенін тауып көрейік. t2 бізде 1000 ньютон болса, енді t1-ді табайық. t2-ні таптық, енді t1-ді табайық, оны о жерге жазамыз. t1 тең болады t1 тең болады tx-қа, tx дегеніміз t2 көбейтілген косинус 37. t2 көбейтілген косинус 37. t2-міз 1000 болса, косинус 37-міз бізде 0,8. Және осы жерден t1-дің 800-ге тең екен. 800 ньютонға тең екен тауып алсақ болады. Яғни қараңыз, бұлай тұрған кезде Spider-Man не істейді? Көбірек күш жұмсау керек. Әрбір қолына. Бір қолына 1000 ньютон, екінші қолына 800 ньютон. Хотя салмағы 60 килограмм. Значит, бағана мен айттым ғой, бұл максимум 600 ньютон беру мүмкін деген сияқты ол қате екен. Қате гипотеза. Сұрақтарыңыз бар ма? Түсініксіз жерлері, егер бір жерін түсінбесеңіздер, сұрай беріңіздер. Мың қайдан шықты дейді. Қараңыз, мына жерде 600-ді 0,6-ға бөлдім, сонда менде 1000 шығады. И оны мына жерде t2-нің орнына әкеп қойдым. Сонда 1000 көбейтілген 0,8 тең болады 800 ньютон. Тағы сұрақтар? Жазып алған болсаңыздар, ары қарай жылжи берейік. Аха, сұраңыз. ty қайда кетті? Мені мына жерде стрелкамен көрсеттім. ty бізде t2 көбейтілген синус 37. Бұл тең болды mg-ге. Осы жерден
Т деп жіптің керілу күшін белгілейміз. Ал мына есепте жаңағы тордың керілу күші ғой Т дегеніміз. Ана жерде 600 көбейтілген 10 болмай ма? Жоқ, олай болмайды, себебі оның массасы 60 килограмм. Сол 60-ты 10-ға көбейтеміз ғой. 60 көбейтілген 10, сол 600-ге тең болады. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Керілу күшінің формуласы негізі mg дейді. Керілу күшінің формуласы негізі mg емес. Ондай, қараңыз. Негізі статикада бір ғана формула бар. Жаңа көрсеттім ғой. Мен мына біреу. F ортақ тең болады 0-ге. Бұдан басқа формула жоқ. Қалған формуланың бәрін сіз өзіңіз жаңағы күштер қалай әсер етеді, соларды сызып, бір-біріне теңестіріп, бір-бірінен азайтып, қосып, солай шығарасыз. Ал былай жаттанды жаттап алатын осы тек қана бір ғана формула. Және күштердің түрлерін білу керек. Мысалы, тартылыс күші қалай әсер етіп жатыр. Жіптің керілу күші қалай әсер етіп жатыр. Кейін жаңағы нормаль күші қалай әсер етіп жатыр. Кеше өттік қой біз осының бәрін. Мысалы, мына жерде жарайды. Бұл как бы совпадение сіздің жаңағы айтқан формулаңызға. Ол осындай бір ғана есепте Т тең mg-ге. Ал бірақ басқа есептерде бұлай кездесуі бір талай. Екі талай, то есть. Жақсы. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ деп ойлаймын, онда жылжи берейік. Спайдерменнің салмағы 60 килограмм болса, халықтың салмағы 100 килограмм болса, және олар тепе-теңдікте тұру үшін халық пен жердің арасында үйкеліс коэффициенті неге тең болу керек? Және Спайдерменнің торларының керілу күшін табыңыз. Так, яғни қараңыз. Мынаны кішкене оңайлатып сызайық. Спайдермен деп алайық. Мұнда Т1 болсын. Мына жерде Т2 болсын. Мына жерде Т3 болсын. Мына Т1 мысалға мына нүктені былай қарай тартады. Мына Т2 былай қарай тартады. Бірақ Т2 халықты солға қарай тартады. Енді мына жерде Т1-міз неге тең болу керек? Т1 тең болады mg-ге, мына суреттен. Мына жерден Т1 тең болады mg деп айтамыз, то есть деп жазамыз. И бірден Т1-ді тауып алсақ болады. Ол бізде 600 ньютон екен. Кейін Т2-ні табайық. Т2 бізде неге тең болады? Ол, получается, табу үшін бізге күштер түзу керек. Халықтың несі, массасы жаңағы төмен қарай mg, жоғары қарай n. Мына бағытта бізде Т2 болса, үйкеліс күші былай қарай. Және бізге осы үйкеліс коэффициентін табу керек. Так, получается, бізде Т2 тек қана осы үйкеліс күшіне тең болады, F. Ал F бізде неге тең? Мю көбейтілген n болса, n бізде тек қана mg-ге тең. Значит,
T2 бізде mu үлкен m g деп алсақ болады. Енді бұларды қалай байланыстырсақ болады? Бұларды осы бір нүкте байланыстырады. Осы нүкте байланыстырады. Яғни естиміз. Күштерді сызайық. Төмен қарай. T1. Оңға қарай. T2. Мына жерде былай 53 градуспен T3. T1 мен T2-нің түсінікті, андай несі ортақ күші, мына жерде T деп алайық, T ортақ. Ол T3-ке тең болу керек. Сол үшін мұнда сразу T3 деп жазылады. Мына екеуі тең болады. T3, мына жерде T3 екеуі тең. Сол үшін бұл бізде не істейді? Равновесиеде тұрады. Тепе-теңдікте. Енді мына жері 53 градус болса, бізде мына жері тоже 53 градус. Байқасаңыздар, біздің обычный үшбұрышымызға сай келіп тұр. Мұнда 53. Так, мұнда T3. Мына жер T1. Мұнда T2. Енді бізде мына жерде қайсысы белгілі? Бізде T1 ғана белгілі. Ол бізде 600 ньютонға тең. Так, енді біз білеміз, что қарама-қарсы катет бөлінген гипотенуза ол синусты береді. То есть T1 бөлінген T3 тең болады синус 53. Осы жерден сандарын орнына қояйық. Сонда T3 тең болады T1 бөлінген синус 53 қой. Сандарын орнына қойсақ, T1 бізде 600 бөлінген 0,8. 600-ді 0,8-ге бөлсек, 750 шығады екен. 750 ньютон. Ал T2 неге тең болады? Осы жерден T2 бізде түсінікті, ол T3 көбейтілген косинус 53. Және осы жерде T2-міз бізде 750 көбейтілген косинус 53 дегеніміз 0,6. Осы жерден көбейтсек 450-ге тең болады екен. 450 ньютон. Так, біз T2-ні таптық, T3-ті таптық, T1-ті таптық. Енді бізге тек қана үйкеліс коэффициентін табу ғана қалды. Так, енді қараңыздар, T2 бізде неге тең екен? Жерге сызайын. T2 мына формуладан mu mg-ге тең. Сандарын орнына қойсақ, мұнда 450. Mu бізде белгісіз. Халықтың массасы 1000 көбейтілген 10. Сонда mu бізде неге тең болады екен? 0,145-ге. Жақсы. Дұрыс.
Сұрақтарыңыз бар ма мына жерде? Жазып алыңыздар. Жақсы. Т1-ді неге синус 53-ке бөлдім? Т1 неге синус 53-ке бөлдім? Себебі мына жерде айтып жатқан шығарсыз, иә? Себеп қараңыз. Т3-ті мен мына жаққа жіберем, ал синус 53-ті мен астына жіберем ғой. Сол кезде Т1 бөлінген синус 53 болады. И сөйтіп біз Т3-ті табамыз. Ал жақсы, онда жазып болдыңыздар ма? Жарайды, онда жылжы берейік. Так, келесі есеп бізде мынандай екі шар бар екен. Және мына жерде мен мұнда шартын жазуға ұмытып кеттім. Сразу ауызша түсіндіре салайын, иә? Ренжімесеңіздер. Мұнда екі шар осындай бір құдықтың ішінде тепе-теңдікте тұр. Мына стеналарға және қолға әсер етіп жатқан реакция күшін табу керек. Егер әрбір шардың салмағы 30 ньютон болса, 30 ньютон деген ол, яғни уже mg. Так, енді оларды табу үшін біз не істеуіміз керек? Қараңыз, екеуі осы нүктеде бір-біріне тиіп тұр, иә? Яғни осы жерде оларда тағы да бір реакция күші бар. Ол жасыл шарға мына бағытта әсер етеді. Яғни жасыл шарды былай қарай итеріп тұр, иә? Осы бағытта. Оны R4 деп алайық. Ал сары шарды не істеді? Ол былай қарай итереді. Және бұлар бір-біріне тең болады. Дұрыс па? Мына жерменде 45 градус болғандықтан, бұл біздің есепті әлде қайда оңай қылып отыр, иә? Давайте алдымен жасыл шарды сызайық. Және қандай күштер әсер етіп жатқан
белгілейміз. Төмен қарай бізде mg немесе w. Мына нүктеден жоғары қарай бізде r2. Мына нүктеден жерден жоғары қарай бізде r1 и былай қарай бізде r4. Енді қараңыз, r4 бізде бір бұрышпен түсіп тұр, r4 күші. Бұны не істейміз? Екі компонентке бөлеміз. r4x және r4y. r4x бізде неге тең болады? Мына жеріміз бізде 45 болса, мына жерге мына жерінде 45 деп аламыз. Значит, r4x бізде r4 көбейтілген косинус 45. Ал r4y неге тең? r4 көбейтілген синус 45. Және мына жерден біз r4-тің өзін жай ғана алып тастасақ болады. Мына жерде группада жазыпты да, қатып жатыр деп. Мен даусым проблема менен болып жатыр ма? Мен даусым, мен видеоларым қатып жатыр ма? Чатқа жазып жіберіңіздерші. Кажется, проблема мен жақтан емес сияқты, жақсы, ары қарай жылжып берейік. Так. r4-ті алып тастадық, и оны r4x және r4y мен заменять еттік. Енді көрейік, x бағытында бізде қандай күштер бар? X бағытында бізде r2 бар, ол оңға қарай әсер етеді, және r4x бар, яғни екеуі жай ғана бір-біріне тең. Ал y бағытында қандай күштер бар? Менде w төмен қарай, r4y төмен қарай, және r1 жоғары қарай. Яғни төмен қарайларды бір-біріне қосайық. r4y тең болады r1-ге де. Сонымен осы жерде пока что бізде бүкіл формулалар бітті. Енді екіншісіне көшейік, екінші шарға, және ода қандай күштер әсер етіп жатқан жазайық. Как всегда, негізі салмағынан бастаймыз. Төмен қарай W, R3 оңға, және R4 бұрышпен. R4-ті екі компонентке бөлеміз қайтадан. Rx және ry. Осы жерден x компоненттерін жазсақ, r3 бізде rx-қа тең, ал y компоненттерін жазатын болсақ, r4x, r4y бізде w-ға тең. Так, енді
қай формуланы қолданып мен сразу біреуінің мәнін біле аламын. Осы реакция күштерінің. Ол мына бір формула, өйткені мұнда менде бір ғана белгісіз бар. Ол R4. R4y бізде R4 көбейтілген синус 45 қай. Және ол бізде 30 ньютонға тең болып тұр. И R4 түбірасты 2 бөлінген 2 тең 30-ға. И осы жерден R4 бізде 30 көбейтілген түбірасты 2 деп алсақ болады. Мен бұны қалай шығардым? Негізі қараңыз, түбірасты 2 осындайға тең болады, короче. Бөлінген кезде ше. И түбірасты 2-ні 1-ден 30-ға көбейтіп жібереміз. Ары қарай мен осы жерден 1-ден R3-ті тауып алсам болады. Өйткені R4x уже сразу белгілі, я? Ол да R4 көбейтілген косинус 45. Значит, R4 бізде 30 түбірасты 2 көбейтілген косинус 45 дегеніміз түбірасты 2 бөлінген 2 бар. И осы жерден түбірасты 2 көбейтілген түбірасты 2 тең, значит, мынамен қысқарып кетеді. Сонда R4x менде 30-ға тең, ал R3 неге тең? R4x қой. И сразу 30 ньютон деп жазып жіберсек болады. Ары қарай R2-ні табайық. R2-міз бізде R4x-ке тең. Дұрыс па? Ол бізде тоже 30 ньютонға тең болып тұр. Тағы не бар? R1 бар, я? Мына бір формула. W қосылған R4y. R4y бізде тоже 30-ға тең. Сонда 30 қосылған 30, 60 ньютон. Яғни R1 бізде 60 ньютонға тең. Үсті біз барлық нүктедегі реакция күштерін таптық. Сұрақтарыңыз бар ма? R3-ті тапқаныңызда қайтадан түсіндіріп жібересіз ба дейді. Мына R3-ті мен мына бір формуладан таптым. Мына формуланы қолдандым. Яғни, ол бізде R4x-ға тең дедік, е? R4x бізде неге тең? Мына жерде 30-ға тең. То есть R4 көбейтілген косинус 45 қой. Сонда R4x-іміз бізде жай ғана 30-ға тең болады. Жақсы ма, түсінікті ме, или?
Жақсы, онда жазып алыңыздар. Онда осы ары қарай жылжи берейік. Күштің моменті. R4X неге R3-ке тең? Қазір. R4X неге R3-ке тең? Өткен қараңыз, біз мына сары шарды алдық қой. Бұл жерде бізде қандай күштер бар? R3 солға, R4X оңға, және R4Y жоғары, и W төмен. Осы 4 күш қана бар, басқа күштеріміз жоқ. Бізде W осы R4Y-ға тең болса, R3 бізде R4X-қа тең. Вот осы жерден алдық. Түсіндіре алдым ба? Жақсы, онда ары қарай жылжайық. Бола ма? Жылжысақ. Келесі бізде жаңа тақырып күштің моменті. Күш моменті дегеніміз не? Ол кез келген бір нүктеде кез келген бір нүктеден D деген қашықтықта F деген күш әсер етіп жатса, ол бір момент шығарады, күшті моментін шығарады, және оны біз осылайынан белгілейміз. M тең F көбейтілген D. Немесе ағылшын кітаптарында былай белгілейді. Моментті тау деп. Егер өздеріңіз тауды үйреніп қалсаңыздар, жай ғана тауды жаза беріңіздер, ол жерде қатты разница жоқ. То есть қараңыздар, мына бір О деген нүктеде бізде қандай момент шығып тұр? Бұл момент бізде F көбейтілген D. То есть мысалы мына болт бар ғой, оны бұрау үшін, егер сізде қолыңызда осындай бір кілтіңіз болмаса, жай ғана қолмен бұрау өте қиын, дұрыс па? Себебі сіз ол кезде жаңағындай болтқа центр мына жер деп алатын болсақ, осындай жерден кішкентай ғана момент, кішкентай ғана расстояние болады ғой, D1 деп алайық. Осыған өте үлкен күш түсіруіміз керек. F1. Өте үлкен күш түсіруіміз керек болады, чтобы мынаны бұрау үшін. Ал егер сізде осындай кілт болатын болса, сіз жаңағындай күшті өсірмейсіз, керісінше D-ны өсіресіз. D көбейеді, сонда бізде F көбейтілген D неғұрлым үлкен болса, соғұрлым сізге
күш түсірген оңайырақ болады. Қазір тағы бірнеше есептен осыған ұқсас есептер шығарамыз. Алдымен мына иінге келейік. Спайдерменнің салмағы 60 килограмм болса, Халктың салмағы 100 килограмм болса, және олар тепе-теңдікте тұр. Халктан 10 нүктесіне дейін 4 метр болса, 10 нүктесінен Спайдерменге дейін қашықтық қанша дейді. То есть қараңыз. Мына бір аралық бізде 4 метр, иә? Ал мына аралық бізде 4 метрден әлде қайда ұзын, иә? Бір X. Бірақ Халктың салмағы бізде 1000 ньютон болса, Спайдерменнің салмағы бізде 600 ньютон ғана. То есть көрдіңіздер ме? Не құрылым алыс тұрса, сол құрылым оған Халкты жаңағындай басып кету жеңілірек, иә? Так, енді давайте осы жерден тауып көрейік. Мына нүктеден 10 нүктесінен момент аламыз. Мына жерде осындай бір не бар екен. Кеше интернеттен қарап естіп алған бір түсіндірме сияқты. Иіндік тепе-теңдікте тұру үшін сағат тілі жүрісіне бағыттас күш моменті сағат тілі жүрісіне кері бағыттас күш моментіне тең болу керек дейді. Яғни қараңыз. Спайдермен не істейді? Былай қарай тартады, Халк былай қарай тартады. То есть мынау бізде сағат тіліне қарама-қарсы, ал мынау бізде сағат тілімен бағыттас, иә? Сонда осы екеуі тең болған кезде не істейді? Біз тепе-теңдікте тұрамыз, иә? Алдымен Халктың жаңа несін табайық. Моментін M1 неге тең болады екен? Жаңа 1000. Давайте қаламыз. Күштің орнына W1 деп алайық. Көбейтілген D1, иә? Формуласы осындай болсын. W1 дегеніміз бізде 1000. Ал D1 дегеніміз бізде 4. Осы жерден бізде 4000 ньютон көбейтілген метрге тең. Ал Спайдермендікі қалай болады? W2 көбейтілген D2, иә? W2 бізде 600, ал D2 бізде белгісіз, иә? Так, енді осы жерден мына бір ереже бойынша екеуін теңестіреміз. Тепе-теңдік ережесі бойынша. Сонда 400 тең болу керек 600 D2-ге. Осы жерден оп-оңай D2-ні тауып алсақ болады. Ол бізде калькулятормен қолданбай ақ қойып, мында балалар көмектесіп жатыр екен. 6-да 67 метр деп. Яғни көрдіңіз бе? Спайдермен не істейді? Жай ғана ұзынырақ расстоянияда тұратағы Халкты ұстап тұрады екен. Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, бұл енді оңай есеп болды, ары қарай жылжайық. Кішкене қиындатайық. Қалай қиындатамыз? Оған бір
бұрыш береміз. Суретте берілген жүйе тепе-теңдікте тұрса, O нүктесіндегі момент неге тең? Кез келген есепте m1 m2-ге тең бола ма дейді. Жоқ, ол кез келген есепте емес. Әр есепте әртүрлі қарау керек. Мына жерде екеуі тепе-теңдікте тұрса, онда иә. Кейбір есептер болады. Бізде, допустим, 3 түрлі күш болуы мүмкін. Мысалы қараңыз. Тұр осындай тақтай сияқты. И бұған 3 жерден, мына жер бізде осылайынан оңай айнала алады. Оңға, солға, то есть былайынан. Екі жаққа қарай. Мұнда да, мұнда да. И бұған бір күштер әсер етуі мүмкін. Мысалы, F1. Мына жерден F2. Мына жерден F3-ті. И бізге мына жерде айтады. Мына тепе-теңдікте тұр дейді. Тепе-теңдікте тұр дейді. Сонда бізге уже мына жерде әрқайсының расстояниясын санау керек болады. D2. Мына жерде, ой, мұнда неге D2? Мұнда D3. Мұнда D2. Және мына жер D1. И осы жердің әрқайсының моментін санау керек. И сосын сағат тіліне қай күштер бағыттас, қай күштер қарама-қарсы. Соларды санайсыз. Мысалы қараңыз. F1 мен F3 бізде бұлай қарай тартады. Ол бізде сағат тіліне бағыттас. Значит, M1 қосылған M3 дейсіз. Ал сағат тіліне қарама-қарсы бізде F2. Значит, тең болады M2 дейміз. Неге тең болады? Себебі бұл тепе-теңдікте тұр. Егер мысалы біз мына жерден тағы бір күш қосатын болсақ, допустим, мына жерден F4 болсын. Мына жердегі ара қашықтығымыз D4 болса, көрдіңіз бе, сізге уже мына жерге қосу керек болады. M4 деп. Өйткені F4 сізде сағат тіліне қарама-қарсы. Значит, сағат тіліне қарама-қарсы әсер ететіндерді бір қосып, сағат тілімен бағыттас болғандарды бір қосып, бір-бірінен теңестіресіз. Түсінікті шығар, иә? Біз қазір тура осыған ұқсас бірнеше есептер шығарамыз. Егер түсінбей жатсаңыз, уайымдамаңыз, қазір бәрін түсініп кетесіз. Так, енді біз жай ғана мынандай, егер бір углда болатын болса, бұл қалай әсер етеді? Соны көрейік. 37 градусты 2-ге бөліп тастаймыз, x және y деп. Я, дұрыс айтасыз, 2-ге бөлеміз. Екі компонентке бөлік. Біреуі былай. Fx. Аділ, мынаны удаль деп тұрсаңыз. Я, рахмет. Және Fy. Так. Fx бізде неге тең болады екен? F көбейтілген косинус 37. Ал Fy бізде неге тең болады екен? F көбейтілген синус 37. И сандарын орнына қойсақ, Fx косинус 37 бізде 0,8. 0,8-ді 15-ке көбейтсек, ол бізге 12 ньютонды береді. Ал синус 37 бізде 0,6, оны 15-ке көбейтсек 9 ньютон. Сонымен біз мына екеуін таптық. Енді қараңыз, бізде мынандай шарт бар. Чтобы мына неге әсер ету үшін, жаңағындай O нүктесі бар ғой, осыған әсер ету үшін бізде күш 90 градуспен әсер ету керек. 90 градуспен әсер ету керек. Енді қараңыз, қайсысы 90 градуспен әсер етіп жатыр? Мысалы біз дистанцияны сызамыз ғой, былай қарай деп.
дистанцияның векторіне. Осыған қайсы 90 градус? Fy, иә, 90 градуспен әсер етіп жатыр. Ал Fx бізде керісінше 180 градуспен. Себебі былай қарай әсер етіп жатса, Fx бізде керісінше былай қарай. Значит, мына жерде как будто расстояние 0 деп аласыз, и Fx-тің ешқандай әсері жоқ деп аласыз. Бізде тек қана әсер Fy-да бар. Сонда O нүктесіндегі момент бізде неге тең болады екен? Fy көбейтілген D. Fy бізде 9, D бізде 0,2. Яғни біздің моментіміз осы нүктеде 1,8 ньютон көбейтілген метр, иә? Осындай болады екен. Аха, Fy-ды аламыз. Fy 90 ұқыплік. Бұны шығарудың тағы бір жолы бар. Қараңыз. Мына күш бізде қандай бағытта әсер етеді? Былай әсер етіп жатыр. Да? То есть біз мына бір дистанцияны алсақ болады. Чтобы мына жеріміз 90 градус болатын. Получается бізде мына жер 37 градус, мына жер 0,2 гипотенуза. Ал мына жеріміз бізде 37-ге қарама-қарсы катет болғандықтан 0,2 көбейтілген синус 37 дейміз дағы. Қанша шығады? 0,12 метр шығады екен, е? Мына бір ұзындық бізде уже 0,2-ден қысқарақ. 0,12 метр. Енді осы дистанцияны алып, D' деп алайық. D' көбейтілген F деп алсақ болады. D' бізде 0,12 көбейтілген 15. Так, калькулятормен есептеп көрейік. 0,12 көбейтілген 15 бізде 1,8 ньютон метрді береді екен. Яғни, разница жоқ, көрдіңіз бе? Сіз қай методты қолдансаңыз да дұрыс. Кейбір кездері бізге шынымен де осылай тапқан ыңғайлырақ болады. Жай ғана осы бір ұзындықты табамыз, чтобы мынаған 90 градуспен әсер ететіндей. И осы жерді 3-ке көбейтеміз. Түсінікті ме? Сонда Fx не үшін таптық? Fx-ті жай ғана не үшін алып тастадық? Fx себеп қараңыз. Мысалға, бізде осында бір таяқша тұр. Ол бұлай екі жаққа оп-оңай бұрыла алады, иә? Енді мен күшті бұлай қарай әсер етсем, күшпен бұлай қарай итерсем, бұның бір әсері бола ма? Екі жаққа қарай. Бұрмайды, иә, бұл ешқай жаққа. Дәл солай осы Fx. Ол мынаны бұрмағандықтан бұның әсері болмайды. Сол үшін оны алып тастаймыз. Түсінікті ме? Сұрақтарыңыз бар ма? Fx-ті не үшін таптық дегенде, ол жай Fx неге тең болатын білу үшін ғана. А так, бұл жерде таппай қойсақ та болар еді, әрине. Так, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар және көшіріп алыңыздар.
иә, болады. Бұл жерде даже fy-ды таппай шығаруға болады. Жаңа көрсеттім ғой, мына жерде жай ғана дистанцияны тапсаңыз, үшбұрыш арқылы, осы жермен-ақ fy-ды таппай шығаруға болады. То есть шығарудың бірнеше жолы бар, екі жолы бар. Ал енді көшіріп алсаңыз, ары қарай жылжып берейік. Ортақ момент және айналу бағыты. Ортақ момент пен айналу бағыты деп жазыппын. Қатты разница жоқ, иә? Так, енді ортақ момент дегеніміз не? Давайте былай істейік. Алдымен суретке қарасаңыз, бізде бір таяқшаға d1 дистанциясынан f1 деген күш әсер етеді, және d2 деген дистанциясында f2 күш әсер етеді. Байқап жатсаңыздар, f1 бізде сағат тіліне қарама-қарсы, f2 бізде сағат тілімен айналып отыр, иә? Былай істейді екенбіз. Негізі сағат тіліне қарама-қарсы болса, естеріңізде сақтап алыңыз, но бұл, конечно, обязательно емес ол, но осындай стандарт. Сағат тіліне қарама-қарсы болса плюс, ал сағат тілімен бағыттас болса, онда ол минусты қолданасыз. Так, енді давайте әрқайсының моментін тауып алайық. m1 ол түсінікті, иә? f1 көбейтілген d1, m2 бізде минус f2 көбейтілген d2. Ал ортақ момент неге тең болады екен? Ол бізде жаңағы m1 қосылған m2, иә? И мыналарды орнына қоятын болсақ, f1 көбейтілген d1 азайтылған f2 көбейтілген d2. Сіз мұнда жазғаныз f2 көбейтілген d2 тең f1 көбейтілген d1, ол егер m0 нүктесінде момент болмайтын болса, ешқандай момент болмайтын болса, и в то же время тепе-теңдікте тұрса ғана, сіздің жазғаныңыз дұрыс болады. Түсінікті ғой, иә? То есть разница бар да. Бұл сіз жазған формула, ол тепе-теңдікте болса ғана. Но бірақ біз қазір айналу бағытын қарастырып отырмыз. Так. Енді қарайық. Мынау получается бізде үш түрлі күш әсер етіп жатыр. О нүктесіне. Енді бізде осы жерде О нүктесіндегі моментті табу керек. То есть, мынау как будто тепе-теңдікте тұр деп аламыз, потому что О нүктесінде бізде бір момент бар. Бұл момент деген ол жаңағы нені ұстап тұратын зат. Осы таяқты ұстап тұр. Мысалы, кейбір есептер болуы мүмкін. Допустим. Бір ағашта айтайық таяқшаны осылайынан стенаға кіргізіп қойды, былайынан. Бірақ ешқандай күш әсер етіп жатқан жоқ. Оны не ұстап тұрады? Оны мына жердегі момент ұстап тұрады. Өйткені mg төмен қарай тартып тұр ғой. Бірақ бұда осы mg-ға қарама-қарсы бір моменті болады. Осы момент бізде жаңағы таяқшаны ұстап тұрады екен. То есть, ол не всегда нөлге тең. Соны естеріңізде сақтап алыңыз деп айтқым келіп. Так, енді О нүктесіндегі моментті қалай табамыз? Қараңыз. F3 көбейтілген D3, мына сразу M3 неге тең екенін тауып алайық.
ол f3 көбейтілген d3 қой. d3 бізде неге тең? 0-ге тең. Сондықтан бұл бірден 0 деп жазылсақ болады. Келесі. m1 бізде f1 көбейтілген d1. Біз не істейміз дедік? Сағат тілімен қарсыларды плюстеп аламыз. Сағат тілімен айналатындарды, бағыттастарды минустеп аламыз. Яғни f1 бізде қараңыз. Қалай тартып жатыр? Сағат тіліне бағытта, сондықтан минустеп аламыз. Сонда минус 10 көбейтілген. Бізге мына біреуді алу керек. Синус 37, көбейтілген расстояниясы 1,5. Сонда енді давайте калькуляторды қолданып тауып алайық. 10 көбейтілген синус 37 дегеніміз 0,6 көбейтілген 1,5. Бұл бізде 9 или минус 9 ньютон метрге тең болады екен. То есть m1 бізде минус 9 ньютон метр. Так, енді m2-ні табамыз. Ол бізде сағат тіліне қарама қарсы, сол үшін плюспен аламыз. f2 көбейтілген d2 тең болады. f2-міз бізде 20 ньютон, d2-міз бізде 2 метр. Яғни плюс 40 ньютон метр. Енді m10 нүктесіндегі m-ді табайық. Моментті. Ол деген бізде m1 қосылған m2. Яғни 40 азайтылған 9 тең болады 31 ньютон метр. Так. Қараңыз, 10 нүктесінде бір момент 31 ньютон метр дейді. Яғни, егер осы момент болмаса, біз қандай картина көреміз? Біз көреміз, что мына бір ағаш былай қарай қозғалады. Соны көретін едік, бірақ бұл как будто тепе-теңдікте тұр, потому что бізде 10 нүктесінде бір осыны ұстап тұратын моментіміз бар. Түсінікті ме? Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, мынаны жазып алыңыздар. Ал жақсы, онда келесі есепке жылжи берейік. Тепе-теңдіктің екінші ережесі. Тепе-теңдіктің екінші ережесі дегеніміз, бағана мен сіздерге айттым ғой, жаңа 10 нүктесінде бізде момент 0-ге тең болу керек. Вот осы бізде тепе-теңдіктің екінші ережесі. 10 нүктесіндегі жаңағы момент дегеніміз, ол бүкіл моменттердің қосындысы. Бізде мысалы 10 күш болса, осы 10 күштің моментін қосамыз, бір-біріне. Система, мысалы осындай бір есептен бастайық. Система тепе-теңдікте тұрса,
жіптің керлік күшін және А нүктесіндегі реакция күшін табыңыз дейді. То есть, мына нүктеде ешқандай момент жоқ. Бұл нүктеде момент 0-ге тең. Себебі бұл не істеді? Бұлай оңай, суреттен көруге болады, что бұл оңайлықпен бұлай и бұлай қозғала береді. Егер, допустим, мына жіп болмаса, ол бұлай құлап кететін еді. Момент мына нүктеде 0 деп аламыз. Енді давайте күштерді сызайық. Т бізде под углом болғандықтан біз не істейміз? Бұны Ty-ны табамыз. Ал Tx бізге керек емес. Себебі біз оны қолдамаймыз. Енді Ty неге тең? Т көбейтілген синус 37. Енді осы А нүктесінен бастап моменттерді алып бастайық. Қараңыз. Тура ортасында тұр ғой. Бүкіл ұзындығы L деп алатын болсақ. Жай ғана L деп. Сонда Ty көбейтілген L болады. И бұл бізде плюс. Мына минус. M2 бізде тең болады. W2 Ньютонмен берілгендіктен бұл күш деп ала саламыз. W2 көбейтілген L бөлінген 2. Басқа бізде күш жоқ. И А нүктесінде жаңа тепе-теңдіктің екінші ережесіне сай M1. Кстати, мына жерде минус бар. Қосылған M2 бізде 0-ге тең болу керек. Орындарына қояйық. M1 дегеніміз Ty көбейтілген L плюс емес минус W2 көбейтілген L бөлінген 2 тең 0-ге. 0-ге тең болу үшін, екеуі бір-біріне тең болу керек қой. Сол үшін сразу былай жаза салайын. Осы жерден L-ді қысқарса, Ty-ды орнына қояйық сразу. Т көбейтілген синус 37. Тең болады. W2 бізде 120 ньютон. Көбейтілген. L қысқарып кетті, значит бөлінген 2. Мына бізде 60-қа тең, значит 60 ньютон. Т бізде неге тең? 60 бөлінген синус 37. Синус 37 дегеніміз бізде 0,6. Значит, жіптің керлік күші бізде 100 ньютонға тең болады екен. Жіптің керлік күші 100 ньютон. Енді бізге мына А нүктесіндегі жаңағы реакция күшін табыңдар дейді. W ол NG ма? W деген ол NG. 60 астында не? 60 астында 0,6. Ол жаңағы синус 37. Так, енді бәрі түсінікті болса, А нүктесіндегі жаңағы реакция күшін табайық. Получается, А нүктесінде бізде екі түрлі күш болады. Біреуі RY, екіншісі RX. Енді осы екі күшті табу керек, оларды қалай табамыз? Общий системаға қандай күштер әсер етіп жатыр? X бағытында RX 10-ға, TX
солға. Басқа күш бар ма? Бізде жоқ, иә? Значит, Rx бізде Tx-ға тең. Tx-ті табу бәрібір керек болды, иә? Значит, көбейтілген косинус 37. И осы жерден Т бізде 100 болса, косинус 37 бізде 0,8 болса, осы жерден 80 ньютонға тең болады екен. Ал RY-ды қалай табамыз? Ол үшін біз Y компоненттерін теңестіреміз. Y компоненті қараңыз, RY жоғары, TY жоғары, W2 төмен. Получается, RY мен TY-ды қосамыз, теңестіреміз W2-ге. Так, енді сандардың орнына қойып шығайық. Мына жерден TY бізде неге тең? 100 көбейтілген синус 37. Ол бізде 60 ньютон. 60 ньютонға тең. Получается, RY плюс 60 тең болады 120-ға. Осы жерден RY бізде 120 минус 60, бізде 60 ньютонға тең болады. Так, біз осы А нүктесіндегі X және Y бағытында қандай күштер әсер ететінін таптық. Осы жерге дейін сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ деді. Я негізі оңай пока что. Так, енді былай істейік. Бізде Rx пен Ry бар ғой. Rx былай қарай әсер етеді. Ry былай қарай. Енді бізге реакция күшін табу үшін біз не істейміз? Пифагор теоремасын қолданамыз, иә? Түсінікті, r квадрат тең болады rx квадрат қосылған ry квадрат. Rx квадрат дегеніміз rx қанша шықты? 80, иә? 80-нің квадраты қосылған 60-ның квадраты. Так, 80-нің квадраты бізде неге тең? 64 и 2 нолмен. 60-ның квадраты бізде 36, 2 нолмен. И қоссақ 10-ның. Осы жерден R бізде түбірасын алсақ, 10-ды 100 ньютон шығады екен. То есть, қараңыздар, мына нүкте ешқандай момент шығармағанымен бізде 100 ньютонға дейін бір күш шығарады екен. Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Жақсы, онда сұрақ болмаса, мынаны жазып алыңыздар. Егер жазып болсаңыздар, пока что үзіліс жасайық. 11:50-де бәріміз қайтып кешікпей кірейік. Жақсы ма?